Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор-терапевт Ибрагимова. Бүгін сіздерге аутоиммунды тиреоидит туралы айтамын. Аутоиммунды тиреоидит қалқанша безінің аутоиммунды ауруы. Аутоиммунды ауруларға ревматоидный артрит, қант диабетінің бірінші типі, рассеянный склероз, псориаз, тағы басқа аурулар жатады. Аутоиммунды аурулар аутоиммунды процестің әсерінен дамиды. Аутоиммунды тиреоидит кезінде организм қалқанша без тінін бөтен дене деп қабылдап, оған қарсы антидене түзеді. Соның әсерінен қалқанша без тінінің инфильтрациясы, деструкциясы дамиды. Аутоиммунды тиреоидит көбінесе қалқанша без функциясының төмендеуіне, яғни гипотиреозға алып келеді. Гипотиреоздың белгілері әлсіздік, тез шаршау, эмоционалды фонның өзгерісі, ұйқышылдық, депрессия, іштің қатуы, дененің ісуі, брадикардия, артериалды қан қысымының төмендеуі, артық салмақ, әйелдерде етеккір циклінің бұзылысы болып табылады. Аутоиммунды тиреоидитті анықтау үшін гормондарға анализ тапсыру керек. Анализде тиреотропты гормон, яғни ТТГ жоғарылауы, қалқанша безі гормондары Т4 тироксин және Т3 триодтирониннің төмендеуі, антитипо, антитела тиреопероксидазаға соның жоғарылауы болатын болса, бұл кезде аутоиммунды тиреоидит диагнозы қойылады. Анализде қалқанша без гормондарының төмендеуі, ал тиреотропты гормонның жоғарылауы болатын болса, әрине бұл жағдайда гормонозаместительная терапия, яғни эутерокс тағайындалынады. Егер анализде қалқанша без гормондары қалыпты, ТТГ қалыпты, ал антитипо, яғни антитела тиреопероксидазаға жоғары болатын болса, бұл жағдайда стандартты емдеу схемасы, яғни протокол бойынша ем тағайындалмайды. Егер сіз емханаға барсаңыз, бұл жағдайда сізге ешқандай ем тағайындамайды. Және сізге жылына бір рет қалқанша безін УЗИге түсіруіңізді және қалқанша без гормондарға анализ тапсыру керектігін айтады. Ал бұл жағдайда, яғни қалқанша без гормондары қалыпты, антитипо жоғары болатын болса, превентивті және интегративті дәрігерлер аутоиммунды протоколды ұсынады. Аутоиммунды протокол иммунды жүйені күшейтетін, тағамдарды шектейтін диета болып табылады. Олардың қатарына бірінші ұн өнімдері және құрамында глютен бар кашаларды шектеу керек. Екіншісі сүт өнімдері. Сүттің құрамында білесіздер сүт қанты, лактоза және белок, казеин бар. Ал олар ішектегі қабыну процесін күшейтеді. Үшінші құрамында лектин бар тағамдарды шектеу керек. Олар көбінесе помидор, болгар бұрышы, баклажанның құрамында және әртүрлі жаңғақтардың құрамында бар. Лектин көкөністерді, жаңғақтарды құрт құмырсқа, яғни жәндіктерден сақтайды. Организмдегі дефициттерді толтыру керек. Темір, йод, селен, цинк, хром дефициті болатын болса, әрине осы микроэлементтердің дефицитін толтыру керек болып табылады. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.